Бүгінгі тақырып отан туралы, патриотизм туралы болсыншы. Менің осы әрдайым есімде тұратын бір сөзі бар. Мұстафа Өзтүріктің ұлтын сүймеген ұлдың тірісінен өлісі артық деген. Ұлтын сүймеген ұлдың тірісінен өлісі артық деген. Осы постты мен бірнеше жылдар бұрын Инстаграмға салған кезімде охваты миллионнан асып кетті. Мендегі ең көп қаралым жинаған пост болды да ол. Мен ойладым, неге деп. Себеп ондай азаматтарға, ондай патриот азаматтарға біз шөлдеп қалғанбыз да, іздеп қалғанбыз да. Негізі сөздер көп қазір, отан туралы, ел туралы айтылып жатқан, елім үшін, жерім үшін деген, бірақ ол сөздер өтпейді да, жетпейді ешкімге. Неге? Ол жүректен шықпайды да, таза шықпайды. Сөзде энергия бар. Ол адамнан кәдімгідей шынайы, таза шығу керек. Бірінші адамның аузы сөйлемейді, бірінші көзі сөйлейді, көзқарасы сөйлейді. Оған өзіміздің халық сыншы да, халық біледі кімнің кім екендігін. Елім деген адамды елі де жақсы көреді. Сен еліңді бір өзіңнің мүддең, дүнияуи мүдде үшін жақсы көрмеуің керек та, сен шынайы жақсы көруің керек. Сенің қаның да ол. Қаның бір, жерің бір. Сол үшін егер шынайы жақсы көре алсаң, сен сөзің өтеді. Оған халық сыншы. Елін шынайы сүйгендер ғана қалады да тарихта. Ал 200-лік оны уақыт өте келе, уақыт өзі ашып береді кімнің кім екендігін. Тамам. Болды.